Ассалаумалейкум достар. Қазір біз тойда және де вечерде айтылатын 4 әнді үйренетін боламыз. Разборды көрместен бұрын каналға тіркеліп, қоңырау шаны басып өтеміз. Ал ендеше гитараны қолдарына алып дайын отырсаңдар, бірінші әнге разборды бастаймыз. Бірінші үйренетін әніміз достарым менің золотой. Мен сіздерге бар аккордтар мен оригинал аккордтарын көрсететін боламын. Бізге 4 аккорд керек. Бірінші аккорд CM. Барені 3-ші латқа қоямыз, мына жерде AM аккордын ұстаймыз. Екінші аккорд бұл GM деп айтылады. Дәл осы жерде бары тұрады. Мына жерден көтереміз де, мынаны EM сияқты етіп қоямыз. 4-ші, 5-ші струналарға. Бұл GM аккорды. Келесі 3-ші аккорд. Осы жерден төменге сырғанап түсеміз де, 6-ші латқа қоямыз барені. Мына жерде біздер мынаны қоямыз, сосын 3-ші струнаға. Сол кезде 3-ші аккорд шығады. Енді келесі 4-ші аккорд бізде жаңағы жерден мына жерге қозғаламыз. Бұл G диез. Аккордтар түсінікті болса, келесісін бастаймыз. Біздер өлең айтпастан бұрын вступление дегенді ойнаймыз. Вступление деген жаңағына. Енді үйренейік. Бірінші аккордты біздер CM-ға біздер былай ойнаймыз. Төмен, жоғары, төмен, жоғары. Бірінші қағазға біздер бочка жасаймыз. Деген кезде бірге кетеді. Сосын барып, келесі аккордқа барамыз, GM-ға. Сосын барып төмен ұрамыз. То есть, потом бүйтіп кішкене шектен, струнадан жоғары көтереміз. Сол кезде клушка болады, деп екі рет ұрамыз, сонда былай болады. Екі рет төменге. И осылай екі рет қайталаймыз. Болды. Келесі дәл осы жерден бағанаға А диез деген аккордқа түсеміз де, жаңағыда ойнаймыз. И потом мына G диез аккордын ұрамыз. Деп ойнаймыз. То есть и екіншісінде дәл осылай түсеміз қайтадан. Сосын и потом бірінші аккордқа келеміз. Демізде деп екі рет ұрамыз. Басынан бастап көрсем. И қайдан. Болды. Келесі, одан кейін былай ойнаймыз. Так, бұл жерде міне. Бірінші бочка, сосын жоғары, төмен, жоғары. Сосын, то есть екі рет ойнадық. Сосын мынаған келеміз. Екі төмен ойнаймыз. Сосын былай клушка жасаймыз. То есть қараңдар. Сосын жоғары, төмен, жоғары. И қайталаймыз. И потом А диезға түсеміз. Дәл осылай ойнадық. Екі рет, и мында келеміз. И қайтадан келеміз. И бірінші аккордқа. То есть, мында біздер былай ойнадық. Сосын бірінші аккордқа. Все, бітті. Вступлениені аяқтадық, енді куплетті үйреніп бастаймыз. Бізге бірінші аккорд керек, және де мынандай қағыз. Бірінші глушка, сосын жоғары ұрамыз да. То есть, глушка, жоғары, глушка, жоғары. Глушка, жоғары, глушка, жоғары, глушка. Болды. Енді былай болады. Қарап тұрсам, деп айтасыңдар. Қарап тұрсам. И потом келесі аккордқа барамыз. Екінші. Дағы. И дағы да. Қарап тұрсам, келесі дағы. И қайдадан келеміз. Өмірдің қой. И мынаған қайтадан келеміз. Ана.
тұрсам дағы, өмірдің көп қой заңы. Сосын үшінші аккорд қарамыз. Қызықтың алда, то есть қызықтың алда. И мына төртінші аккордқа бәрі. Қызықтың алда. Сосын төртінші аккорд қарамыз. Бәрі. Сосын осы жерде төмен көреміз. Бәрі. Сосын мында келеміз. Бәрі. И потом бірінші аккордқа. Бәрі. То есть қайдан? Қарап тұрсам дағы, өмірдің көп қой заңы. Қызықтың алда бәрі. Әрі қарай дәл осылай қайталаймыз. Қарап тұрсам дағы, достарым өмір заңы. Сосын аман болсын бәрі. Сосын осы жерде қайырмасы басталады. Қайырмасында біздер былай ойнаймыз. Жүрегім менің молодой. Бұнда қағысы мынадай: бочка, потом төмен жоғары, глушка, жоғары төмен жоғары. Тағы да бочка, төмен жоғары, глушка, жоғары төмен жоғары. Так, енді айтамыз. Жүрегім менің, потом келесі аккорд молодой. И қайдан достарым менің золотой. И үшінші аккорд қарамыз. Бауырларым бар. Төртінші аккорд дорогой. Сосын мына жерде бір аударып, шіркін. Келесі аккорд үшінші ғажап. И мына жерде жаңа қағыстырмаймыз. Қой деген кезде. Басынан бастап. Жүрегім менің молодой, достарым менің золотой. Потом бауырларым бар, дорогой. Шіркін ғажап қой. Осылай. Енді неге келген кезде, келесі екінші шумағына келген кезде дәл басындағыдай ойнаймыз. Келесі үйренетін ән туысқандар. Бұл әнді біздер мынадай 4 аккордпен дейміз. AM, потом DM, сосын E деген аккорд, одан кейін A деген аккорд бар. Так, AM, DM, E, сосын A деген аккорд. Оны қалай істаймыз? Міне AM-ды былай істаймыз, A-ны мынаны алып тастаймыз, мынаны қоямыз. Бәрін екінші лад тастаймыз. Все. Қағысы мынадай. Екі қағысын көрсем, біріншісі мына былай. Бочка, төмен жоғары, глушка, жоғары. Екінші қағысы мына. Ұрамымызда жоғары. Қайдан ұрамыз? Жоғары. Осылай ойнай береміз. Так, бастайық. Бауыр десе берегім. Тағы да. Бауыр десе берегім. Бұрын тұра. Иге көреміз. Да. Осы жерде тұра береміз. Көзім көрсе көңілім. Жылып тұра. И айымға. Да. Басын бастап. Бауыр десе берегім. Бұрын тұра. Да. Көзім көрсе көңілім. Жылып тұра. И айымды. Осы жерде тұра береміз. Ей ағайын сана болса. Сосын аға ауысамыз. Сыйласа. Яқ дегенде DM қайтеміз. Яқ. И потом сразу мынадан кейін еге қыламыз. Ала болса арамас суытыла. Түсінікті деп ойлаймын, бағанағы жерден көрсетейінші. Міне. Ей ағайын ұстап тұрамыз. Ей ағайын сана болса сыйласа. Ой, сыйласа деген кезде міне аға ауысамыз. Міне. Ей ағайын сана болса. И сыйласайық аға ауысамыз. Сыйласа. И потом DM. Я. Потом Е. Алла болса арамас суыта. И айымла. Жалғастырамыз дәл осылай. Байлық денен дүние құнықтыра. Байқамасан ода көп бөлік шыға. Қу тірлікке құмартып құл боп кет. Мына жерде құл боп кет. То есть құл боп кет дегенде уже мына жерде тұру керек. Ада. Тағы да. Қу тірлікке құмартып құл боп кет. DM сен. Еге орамыз сосын сразу.
соңғы жолында бірге туған бауырды ұмытты айымрап. Все, болды. Қайырмасына келген кезде біздер міне бірге туған бауырды ұмыттырып, сосын барып туысқандар алыс кетіп аранда суытқандар туысқан. То есть мына жерде бірінші туысқанда айым болды, екінші туысқан деген кезде а аккорды болды. Давайте. Туысқандар дегенде демға барамыз. Дар. Сосын е аккордын орныз. Жақын жүріп жақынды ұмытқан айымдар. Сосын туысқандар жылтыраған жалғанға қызыққандар. Сосын қайдан егі барамыз. Жаурағанда жанымды жылытқан айымдар. Одан кейін екінші несінде шумағында жаңағыдай мына қағыспен болады, немесе мынаумен жалғастырып алып кетуге болады. Қуаныш пен қайғыны арасында бірге туған туыстың бәрі санда деп жалғастырып алып кетсек болады. Бұл әндердің мен сөздердің телеграм каналға аккордтарымен толықтай жазатын боламын, сол жерден таба аласыздар. Келесі үйренетін әніміз 30-дан асып барамын. Бұл әннің аккордтары өте оңай, 3 аккорд қана. АМ, ДМ, Е аккордтары. Мен өзіме капотастарды даусыма ыңғайлатып қойып алдым. Ал сіздерде капотастар болмаса, мына жерде ойнай бере аласыздар. Қағысы мынадай: төмен, глушка, жоғары, жоғары, глушка, жоғары. Бұл алтылық глушкамен. То есть осылай ойналады. Бастайық. Бірінші АМ аккордын ұстаймыз. Соқтанып тұрып жанарым ең қатысаймыз. Сұрама неге қараттың. Тұра береміз. Солай да солай. Сосын еге барамыз. Қарағым 30-дан асып и айым кіреміз. Барамын. И жалғастырамыз. Шашымның сана қарағым, таңырқай берме қарағым, санаулы басқан арадым, 30-дан асып барамын. Сосын қайырмасына келгенде бұлай айтса болады. Міне, қалай қуанып кейде қаламын деп айтса болады, немесе жаңағы қағысты жалғастырып кетсе болады. Қуанып кейде қаламын. Давайте мына жерден бастайық. 30-дан асып барамын. Сосын мен мына түрін көрсем. Қуанып кей, то есть біре тұрамыз. Қуанып кейде и қаламын дегенде жалғастырып кетеміз. Қаламын. Сосын дейін қосеміз. Қуанып кейде қаламын. Қартайған ата анамның атынан еріп айым барамын. И жалғастырамыз. Қуанып кейде қаламын. Қуанып кейде қаламын. Қартайған ата анамның атынан еріп барамын. Сосын келесі шумағында мына қағыспен жалғастырып алып кетсе болады. Белгісі тұрма ағаның, бетіммен неге қарадың, бақытын тіле баланың, 30-дан асып барамын. Өздерің білесіздер, мынаумен де болады, немесе бана қағыспен ойнай берсеңдер болады. Келесі әнге кеттік. Мінекей достар, 4-ші әнге де келіп жеттік. Бұл әннің аты жылама махаббат жылама. Так, бастайық. Аккордтары. Мен тағы да айтам, капотастарды өзім даусыма айтып, ыңғайлайтып алдым. Аккордтары мынадай. АМ, одан кейін G, сосын F, одан кейін DM. Қағысы алтылық. Глушкамен. Так, бастайық. Аспанда тырналар барады, айларға жылдарға қона толады. Сосын жасым 24-ке келген соң, дием қарыз балалар.
сағым артық айымға қалады. Жалғастырамыз. Балалықты еске алармын, жылдарда жасқа толармын. Жасым 25-ке келген соң, өз жарымды іздеп табармын. Жалғастырамыз дәл осылай. Жылама махаббат, жылама. Мен екі рет төмен ұрам, сіздер былай ойнай берсеңдер болады. Жылама махаббат, жылама. То есть өз жарымды іздеп табармын. Потом жылама махаббат, жылама. Саған жылауға бола ма? Екеумізді тағдыр қоспады. Де махаббатсыз адам бола ма? Қайталаймыз. Жылама махаббат, жылама. Саған жылауға бола ма? Екеумізді тағдыр қоспады. Махаббатсыз адам бола ма? Бұның негізі қайырмасын мынаумен ойнасыңдар болады. Жылама махаббат, жылама. Саған жылауға бола ма? Өздерің қарайсыңдар енді ол жағын. Достар, мінекей осындай көңілді әндерге разбор. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі разборда көріскенше деймін. Сау болыңдар.